Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде бірегей көрме ашылды. Экспозицияда ұсынылған еңбектердің барлығы заманауи дигиталды графика техникасында орындалған. Не буду говорить, что новое направление. Бұл жаңа бағыт деп айта алмаймын. Ол компьютерлік графиканың ең алғашқы нұсқалары шыққан 90-шы жылдары пайда болды. Яғни диджиталды графиканы компьютерлік кескіндеме өнері деуге болады. Авторлардың есімдері қазақстандық журналистикада қалыптасқан танымал Алена Веселова және Надежда Беседина көркемдік төл туындыларын музей кеңістігінде алғаш рет ұсынып отыр. Бұл олардың шығармашылықтарының кең ауқымды көрмесі. Ол векторлар және дара есілеп аталған екі бөлімнен тұрады. Каждый из двух авторов это отдельно. Авторлардың әрқайсының өз әлемі мен өз көзқарасы бар. Мәселен, Алена Веселова қоршаған әлемді қала мен жан кеңістігін өзіндік қабылдауы арқылы зерттеген. Ал Надежда Беседина кішкентай кезінен аңыз әңгімелерге және жырларға қызыққан. Сондықтан оның еңбектерінде түрлі кейіпкерлер кездеседі. Бұл көрме жасы, мінез-құлқы, темпераменті мен көзқарастары әртүрлі көрермендерді бейжай қалдырмайды. Көрме біздің заманауи әлем қандай деп толғанған әрбір жан үшін қызықты болмақ. Айта кетейік, дигиталды графика техникасында орындалған еңбектерді ақпан айының соңына дейін тамашалауға болады.